Bismillah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Бүгін 235 хадистен бастаймыз. Ан Аби Хурайра радиаллаху анху қала, наха Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, ан юсалли ар-раджулу мухтасиран муттафақун алейхи лафзу ли-муслим ва ма'наху ан ядж'ала ядаhu аля хасиратихи. Ва фил Бухари ан Аишата радиаллаху анха анна залика фи'лул яхуд. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям намаздың үстінде қолды қай жерге қойға болмайды деп айтқан. Талия, қазақша не деп айтады оны? Біреулердің бірісі бел жақта орналасқан. Талия деп айтады да. Сол жерге белін намаздың үстіне қоюға болмайды деп айтқан. Муслимде келген жерде. Ал Бухариде үстінен қосылған Айшаның сөзінде бар. Ол деген яхудтардың ісінен дейді. Яхудтар солай істейді дейді. Намаздың үстіне тұрған кезде қолын солай тұрған. Намазда адам қолын қай жерге қояды? Өзінің кеудесіне қояды, оң қолын, сол қолын үстіне қояды. Егер де сен жаңағындай қоятын болсаң, ол сені намаздың үстінде Алланың қорқынышын көрсетпейді. Алланың алдында қалай сен өзіңнің қорқынышыңды, как ты покажешь свой трепет, да? Худуа. Поставив руку на свою руку и голову спустив, вот так вот стоять. А поставить по бокам, это показывает, как будто ты не боишься ничего, да, вообще. Это не подобает не по адабу, да, с Аллахом. Икинчи хадисте ан Анас радиаллаху анху анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям қала: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. Егер де тамақ әкелінсе дейді, оның алдында жеп алыңдар дейді. Мағриб намазын оқыр алдында соны жеп алыңдар дейді. Хадис Бухари Муслимде келген ең сахих хадистен. Өйткені сен намаздың үстінде басқа зат жайлы ойлап тұрасың. Ты будешь думать во время намаза о беде. Намазда болу керексің сен, денеңмен де, және де ойыңмен де. Егер де денеңмен намазда тұрғанмен, бірақ бүкіл ойың тамақта болса, сілекейің ағып, ол не дұрыс емес. Әрдайым басқа зат ойлап қойсаң. Тағы да басқа бір хадисте келеді, сахих болған айтады. Сол біреулердің оқымасын дейді намазды, ол жаңағы үлкен және кішкентай дәретін қысып тұрған уақытында дейді. Шыққысы келіп тұр, туалетке барғысы келіп тұр әжетханаға. Бірақ не шыдаймын деп, олай да оқуға болмайды. Түсіндіңдер ма? Өйткені не? Намазың намаз болмайды. Намаздың үстінде қашан бітсе екен, қашан имам сәлем береді деп күтіп отырасың соны. Оның орнына намазға кешігіп барсаң да, қажетіңді орындап ал. Содан кейін барып қосыла жатасың. Имам сәлем берсе де тұрып, қалған уақыттар, намазда, закаттар, намаздарын оқып жатасың. Бірақ жаңағындай тамақ әкелген кезде, немесе жаңағындай қажеті қысып тұрған кезде намаз оқуға болмайды. Бұл қандай тамақ жайлы келген? Қатты қарның ашып тұрған кезде сондай намазда, тамағыңда. Егер де принципе тоқсың, жақын уақытта жегенсің, намаз оқып алып келем дегенше ешқандай саған қиыншылық тудырмаса, онда намазыңа бара бересің, дымда қиындық жоқ. Енді әрбір намаз тамақ дайындаған сайын, жоқ енді тамаққа қалам деп үйде қала бермейсің ғой, дұрыс па? Мешіт күте тұрады, тамақ әкелді ғой, бізде хадис бар ғой деп, амал істеу керек деп. Егер қарның ашып тұрса, ашпай тұрса, ойламайсың ол жайлы көп, В принципе, нормально болып тұрса, ол кезде барып намазын істеп қайт. Сосын барып қосылсын. Бірақ қатты қарны ашқан кезде, әсіресе соны күтіп отырсыңдар сол намазды. Намаз бен тамақ бір уақытта келіп қалса, сол кезде тез тамағыңды хотя бы бастап алсаң да, шамалы болса да, ішіңе қарныңа бір нәрсе барып жеп алсаң да, сосын барып шықсаң да болады. Әйтеуір тамақты ойламайтындай жағдайда, да? Намазды да әшейін қалдыра беруге болмайды.
Келесі бетке көшеміз. 238 хадис. Мынау негізі жақсы естіліп жатыр ма мен айтып жатқан сөздерім? Иә, естіліп жатыр. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن رحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح وزاد أحمد واحدة أو دع. وفي الصحيح عن معيقب نحوه بغير تعليل. кім дейді намаз оқып жатқан кезде бетіне мысалы жабылса кітап құм жаңағы тас оны қақпасын дейді намазда тұрған кезде. Ол әсіресе ол бұрынғы уақытта болады. Қазіргі кезде бүкіл жерде не кілемдер бар, ешқандай ондай зат жабыспайды. Бірақ шаң тозаң жабысып қалуы мүмкін кейбір кезде, мысалы анда мусор кейбірге жатады, немесе анау қанаттары жаңағы ұшатын құстардың да, соны әрбір намазға барған сайын басын тигізген сайын жабысады ғой. Немесе алдындағы не сәжде істейтін жерің шаң, соны қайта оны қағып отырып, олай неғуға болмайды. Намаздың үстінде мән бөлмеу керек ондай затқа. Тек қана қаққың келсе бір ғана рет қағуға болады. Мысалы айтайық, алдында намаз оқып жатсың, бір бала тамақ жеп кеткен алдында нелері, нанның қоқымдары қалды, тамақтың қоқымдары қалды. Ол не нәжіс емес, ол нәжіс емес. Сосын барып басқа тиген кезде ол кәдімгідей кіріп мазаңды алмайды. Оны әр тұрған сайын, әр сәждеден кейін ол жерді қағай беру ол дұрыс емес. Өзің бәрін енді намазға беру керек бүкіл енді ойыңды. Тек қана қағатын болсаң, бір рет қағып жүрсең болады. Мысалы сәждеге бара жатқан кезде алдыңда тұрған бір мешайт ететін бір заттар болса, соны бір рет қағып шетке қарата. Сосын барып сәждеге бара бересің. Бірақ оны қайта отырған сайын сәждеге отырған жеріңді тазалай берген ол дұрыс емес. Хадистің мағынасы дұрыс, бірақ мынау хадистің өзіне келетін болсақ, Ирваул Ғалилде келген хадисті даиф деп айтады. Сахих әлсіз хадис. Келесі хадис Айшадан радиаллаху анха қалат оңға солға илтифат деген көз жүгірту. Кейбір адамдар намазға кіресің, әсіресе кішкентай балаларда сол проблема. Кіріп келді ма біреу есіктен, соған қарайды, кім кірді екен. Былай бір адам өтіп бара жатыр ма, ана жақта имам намаз оқып жатыр, өзі намаздың ішінде көз жүгірте береді соған. Әрбір қозғалған, әрбір кірген адамға бүйтіп қарайды. Дұрыс емес сол деген. Намазда не істеу керек? Сәждеге баратын жеріңе қарап, сол жерге ғана қарау керек. Ана аяққа, мына аяққа қарай берген дұрыс емес сол. Айтады, сол жайлы сұрадым дейді да, намазда былай қарау. Ол айтады, пайғамбарымыз салсам, ол деген шайтан сенің намаздан нәсібіңнен ұрлайды дейді. Кейбір намазыңнан ұрлайды сенің дейді. Әжіріңді ұрлайды да сен. Әрбір қараған сайын сен әжірің кетеді. Бұхари әкелген. Уәлит-Тирмизи ан Анасин сахаху ияка уәл-илтифати фи ссалах фа иннаху халакатун фа ин кана фала будда фа фи татауу. Басқа неде айтады, Тирмизиге келген, қарамаңдар дейді намазының үстінде. Бұл деген өлім деген кезде, бұндай шын өлімді мағынада айтып жатқан жоқ. Халака деген өлім деген кезде адамның өлу жері. Жалпы сондай іс айтады да, жаман іс. Өлім деген кезде сондай жаман іс дегенге білдіріп жатыр. Егер де қарау керек болса дейді, қатты соншалықты шыдамай қарау керек болатын зат болса дейді, ол деген қай уақытта істеу керек дейді? Парыз емес намазда. Мысалы сүннет намаздарда. Сүннет намаздың жарасы жеңіл. Сүннет намаздың жарасы жеңіл. Парызда ол деген Алланың алдында парыз болған зат. Сүннетте кейбір заттар істемесең, көз жұмылады оған, Мысалы айтайық, сүннет намазында кейбір сүннет болған заттарды істемей қойсаң, немесе отырып оқысаң, уәжіп болған заттарды тұрып оқу керек болған жерге отырып оқи салсаң намазда, шаршап тұрған себептен.
сол кезде бола береді сүннет намазы. Ал енді парыз намазға келетін болсақ, ол жерде жақсылап қарау керек. Ол жерге оңға солға намаздың кезінде болмайды, қимылдай беруге болмайды. Кішкентай балалардың көбінесе сол несі проблемасы. Бірінші рет көздерін жүгірте береді әрбір затқа. Екінші, намаздың үстінде көп қимылдайды. Сондықтан мен өз басым, мысалы 6 жасар, 5 жасар баланың қасында тұрғым келмейді. Тұрады мысалы, көбінесе саусақтарын шықырлатып тұрады. Мына қытырлататын бар ғой, әрбір саусағын қытыр 10 саусағын қытырлатпағанша сол жерде тұрады. Ол намаздың үстіне тұр, өзі де қимылдап жатыр. Сосын басқалардың да ойын соған алады. Сосын біреулер бар, басын шашын жүндей береді. Шашы ұзын болса тарай береді. Немесе арабтар мынау не бар ғой, бастарына шимақ тағады ғой, андай киетін андай орамал. Соны орамалды оңға солға не қылады, ойнай береді солмен сабақ намаздың үстінде. Кішкентай балалар да. Үлкендер де солай істейтіндер бар. Намазда бір тып тыныш тұру жоқ, үстіндегі әдемі көйлегін оңға солға не қылады, қозғалтай береді. Оның бәрі әдемі емес. Көп намаз, көп қимылдау, ол макрух ол. Көп намаз, кейбірлер айтады, намазды бұзады деп айтатындар да бар. Слишком көп қимылдап кетсең, ол намазды бұзатын дегендей сөздер бар даже. Сондықтан намаздың үстінде қалай тұру керек? Аллаға ихсанмен, Алла сені көріп тұрғандай, немесе сен оны көріп тұрғандай не қылу керек, ғибадат ету керек. Келесі хадис: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه متفق عليه وفي رواية أو تحت قدمه. Анастан келген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, намаздың үстінде дейді, сіздер Алламен сөйлесудесіздер дейді. Алламен екеулерінің арасында қандай бір связь болады. Сен одан Алладан деп, сен Алламен арасында сендердің байланыс бар. Енді ол қайтып айтып жатырмын, бұл қай кездегі айтылған сөз? Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кезінде онда ешқандай сүджадаттар болмаған, алдында кілемдер жоқ. Түкіргісі келген астына түкірсе болады. Бірақ алдыға қарата түкірсең, сен не істейсің? Мысалы, алдыңда жидар тұр деп айтайық. Алдыңда не тұр? Стена тұр дейік. Сен сол стенаға түкірсең, алдында Раббың жаққа қалай түкіресің сен? Субханалла. Раббың жаққа қарата. Сондықтан ондай заттарды істеуге болмайды. Тек қана қатты керек болса, қазіргі кезде альхамдулилля әркімнің қол қалтасында не бар? Мендил. Жаңағы тем более ауырып жүрген кездері жұтудың қажеті жоқ. Ол ғалымдар айтады, ол не? Нәжіс деп айтады. Ана қақырық бар ғой. Тем более ораза кезінде. Бірақ қақырықты жұтуға болмайды. Тіпті ораза болмасаң да былайынша кезде де болмайды оны жұтуға. Кірізат. Сондықтан қолыңа қағаз алып жүр, қалтаңа. Түкіргің келсе мына жерде айтып тұр, сол жаққа, неге оң жаққа болмайды дейді. Өйткені оң жақта періштелер бар, жақсы амалдар істеген періштелер бар. Түсіндіңдер ма? Сол жағынан оң жаққа да болмайды дейді, оң жаққа қарата. Тек аяқ астыңа ғана, сол жаққа қарата, аяқ асты. Осы жайлы бір ғалымдар айтып еді, неге сол жаққа болмайды? Сол жақта да періштелер бар деген сөз бар емес па? Оң жақта да бар періштелер, сол жақта да бар. Сол кезде әдемі сөздер айтқан еді. Шейх Абдул-Қадир Суфи, Ато Суфи деген кісі, Құба мешітінде айтады, намаздың кезінде, Аллаху акбар, намазға кірдің сен, періштелер ешқандай күмәнсіз жоқ, оң жағымызда, сол жағында періштелер бар дейді. Сол кезде сол жақтағы періштелер намаздың үстіне кетіп қалады дейді. Неге? Өйткені намазда адам ешқандай жамандық істемейді ол. Дұрыс па? Намазда тек қана намаз орындайды адам. Сондықтан ол жерде сол жақта періште болмайды. Сондықтан түкірсең болады дейді, сол жаққа. Оң жақтағы періште сен істеп жатқан жақсылықтарыңды жақсы жазады ғой. Сондықтан оң жаққа түкірмейсің дейді.
сол періштенің құрметінде. Сол жақта періште кетіп қалады, өйткені намаздың үстіне ешқандай жамандық істемеген себептен кетіп қалады дейді. Сол уақытта намаздың үстіне кетіп қалады дейді ол. Аллаху әлем әртүрлі сөздер айтты сол кезде. Неге бұл сол жаққа болмайды, болады деген сияқты, неге оң жаққа болмайды деген. Бірақ алдыңа қарата түкірмейсің, өйткені сен қыбла жаққа қарап тұрсың, бетіңді. Алланың құрметінде алдыға қарата түкіруге болмайды. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір күні мешітте сондай қақырық түкіріп көрді дейді да, стенаның үстінде. Сол өзінің киімімен сол қақырықты түкірікті сүртіп тастайды өз киімімен. Сосын айтады, бұлай істемеңдер дейді. Бұл Алланың үйі, қалай ол сендер түкіресіңдер. Жаман кімде-кім сондай зат істесе дейді, оның кешірімі сондай зат істесе, сол тақырын қайтып сүртіп тастау дейді. Сол кезде оны істемегендей боласың, соны кешірілетін да. Алда вообще тіпті әдепсіз зат та ол, намаздың үстінде немесе жаңағындай мешіттің ішіне қақыру деген. Адамның қыбласы жағына қарата. Келесі хадисіміз قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانبي بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم قرامك هذا فإنه لا تزال تصاوره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. واتفق على حديثها في قصة أنبجانية أبي جهم وفيه فإنها ألهتني عن صلاتي. Bir күні дейді, Айша анамыздың үйінде бір не болған, ткань болған. Қирам дегеніміз сондай не ғой, мата да. Үйге солай іліп қоятын болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, бұны шеш дейді, бұл матаны дейді. Өйткені оның суреттері менің көзім алдында тұрғанда дейді, намазда тұрған кезде жаңағы суреттер. Намазда тұрғанда адам қибла жақта не болмау керек? Әртүрлі иконалар бар ғой. Андай адамдардың нелері. Өйткені сен Аллаға қарап құлшылық етіп жатсың ғой, алдында тұрмау керек. Түсіндіңдер ме? Сондықтан егер де ешқандай намаз оқитын жер таппай қалып, каниса жаңағындай нелерге түсіп қалсаңдар, церковьтерге да ешқандай жер табылмай, сол церковьте намаз оқуға болады. Бірақ қандай алдыңда жаңағындай Исаның, олар айтады ғой, кресттері тұрады, соларды алып тастау керек. Алдында тұрмау керек. Мына жерде мынау суретті алып таста дейді. Өйткені менің көзімде тұрғандай, ол сурет болғанын не алады, еще адамға не алады, кедергі етеді намаздың үстінде. Соның оюлары. Бұл қисса бірнеше рет басқа жерге де қайталанған. Кімнің қиссасы? Абу Жахм деген кісі бір киім берген, үстіге киілетін ше. Әнбиджания дегеніміз киім. Соны намазын оқып болғаннан кейін шешіп, бер қайтып өзіне бер дейді да. Өйткені айтады, бұл менің намазында оны не болды дейді, маған кедергі болды дейді. Өйткені анау киімнің үстіне андай линиялар болған ғой, андай әртүрлі бір суреттері, түсі ұнамаған пайғамбарымыз. Менің өзім киімді берсін деп айтқан. Өйткені өзінің киімі оның простой болған. Ешқандай ою өрнек жоқ, цветі не. Сондықтан алдына, намаздың алдына қоймаңдар не әртүрлі суджадаттар бар да, кейбір андай нелер ше. Жай намаздар бар, әртүрлі цвет. Радуганың бүкіл, кемпір қосақтың бүкіл цветтері бар. Намазда тұрғанда сен анауды ойлап тұрасың. Намаздың үстіне соған қарап тұрасың да. Ол сөйлейтін затын бір түсте болса жақсы. Қара түс, қою, бір көк түс болса, намазда ешқандай не алмайсың. Қазір адамдар субханалла намазға өздерінің нелерімен келеді. Әртүрлі жай намаздармен. Соны ұнатпаймын мен. Алдыңда тұрады, мысалы, бір ашық цветті бір нәрсе алдыңа тастайды, төсейді. Сосын намазда сен көзіңнің ортын былай шетімен көресің ғой, намаздың үстіне. Бүкіл намазда соны не алады. Сондықтан нелерді әшекейлемеген жақсы. Мешіттерді әп-әдемі қылып та, бәрін мешітте намаз орнына соны таңғалап, ана заттарға қарап тұрасың да, сол Аллаға емес, бүкіл ойыңды сол заттарға қарап. Қатты әшекейлеудің де қажет жоқ. Мешіттің ішін, жаңағындай төсенішінде де, егер де өсіп, Алла қалап өскен кезде, мысалы,
садақа істеймін, мешітке төсеймін деген төсенішті де бәрін ойлап не қылыңдар, сатып алыңдар, егер болашақта сондай өскенде. Әртүрлі цветті болмасын, бір цветті болсын, адамдар не қылатындай, намаздарына кедергі болмайтындай, иә. Соның бәріне ойлау керек, мән беру керек. Сондықтан осы хадистер неге дәлел етеді? Әртүрлі зат сені киімің болсын да не қылмау керек, намаздан сені тоспау керек. Мені не қылды дейді, ойымды бөлді дейді. Өйткені мынау Абу Жахмның берген киімі де сол әртүрлі узорлар, свет болған. Сондықтан өзіне берсін деп айтқан, мынау киіміңді өзің ала бер деп. Келесі хадисіміз ан Жабир ибн Самура радиаллаху анху қала қала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям لا ينتهين قوم يرفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم رواه مسلم. Жабир ибн Самурадан келіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, біреулерің дейді, намаздың үстінде төбеге қарауыңды қойыңдар дейді. Немесе олардың көздері оралмайды деп қорқсын дейді. Сол нелері зрение бар ғой. Не деп айтады зрениені қазақша? Өйткені сен намазға тұрдың ба, сен сәждеге баратын жерге қарап тұру керексің. Кейбір адамдар бар, әсіресе жаңа намаздарын бастаған, иә. Немесе тек қана жұма намазына барады. Намаз оқу білмейді 5 уақыт. Келесің ба, мешітке кіресің ба, аспанға қарап тұрады былай, аспанда не болып жатыр екен деп, ұшқан әрбір құсқа қарап, төбеге қарап та, қорқу керек, адамның не өзінің назары оралмайды ма деп қорқсын дейді. Қараған кезде қай жерге қарау керек? Сол төменге қарау керек. Төбеге, аспанға қарама намаз оқыған кезде, басын көтерме. Келесі хадисіміз уалаху ан Айша радиллаху анха қалат сами'ту Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям яқул ла салата би хадрати таам ва ла хуа юдафиуху ахбасан. Осы бағана мен айтқан хадисім. Ең басында сабақтың, иә. Айша анамыздан келген, намаз жоқ дейді кім үшін? Тамақ әкелген кезде дейді, дастарханға. Немесе екі қажетін үлкен немесе кіші хадисін қысып тұрған адамға дейді. Намаз жоқ дегеніміз сол уақытта намаз оқымасын деген мағынада. Әрине ол ондай қажетін бітіргеннен кейін ол намазын өтеп алады қайтадан. Намаз жоқ дегеннен ол намаз оқып тастаса болады деген мағынада емес. Тамақ әкеп тұрма, қатты қарын ашып тұрса, сол ойламас үшін намаздың үстінде жеп алсаң болады. Немесе қысып тұрсың, үлкен дәретке барғың келіп тұр, немесе кіші дәретке барғың келіп тұр. Мына жерде намаз ой деп сол имамға қосылып кетпе. Бірінші бар, төменгі этажға барып, жаңа қажетіңді орындап, сосын мешітке келіп, мысалы, сол имамның соңғы рахаты болса да, соған қосылып, тұрып, сәлемнен кейін жалғастырып аласың. Бірақ не істемеу керек, бүкіл ойың басқа жерде болмау керек намаздың үстінде. Келесі хадис Абу Хурайрадан келеді, радиаллаху анху, анна набия саллаллаху алейхи ва саллям қала, ат-тасаубу мина шайтан, фа иза тасаба ахадукум фалиякзим мастатаа. Мынау не деп айтады? Зевать деді ғой адам деген. Не деп айтады? Есінеу ол шайтаннан дейді. Сондықтан не істеу керек, тырысу керек дейді, соны басуын. Қатты мысалы есінен келіп баратса, аузын жауып бүйтіп тұрсаң, кетеді ол. Сәл уақыттан кейін кетеді, соны қысуға. Егер оны қысу невозможно, басуға кетпесе, хотя бы не керек, аузын жабу керек. Аузын жабу. Кейбірлер бар мысалы, иә. Сондай хадисті білмеген себептен ба, немесе білмеймін. Деп кәдімгідей аузын ашып қойып есінейді да ол. Ана бір жануар сияқты. Ондайды ол не шайтан шақырады да ол заттарды. Сосын күледі, сосын ол саған сондай істесең, сонда күлкілі түрде де сен жаңағыдай аузыңды ашып не алсаң. Сондықтан ауызды не қылу керек, жабу керек. Алла тағала есінегенді ұнатпайды, түшкіргенді ұнатады. Неге түшкіргенді ұнатады? Өйткені түшкірген сайын сен Алланы мадақтайсың, альхамдулилля дейсің. Ал есінеген ол не? Сен бір немқұрайлы, бір менсінбей намаз оқып жатқан секілдісің да, саған қызық емес, мынау надоело деген сияқты тұрасың да намаздан. Адам қашан есінейді? Қада қызық емес болады оған. Бір адам ұзын бір история айтып берсе, мысалы қисса, сен отырасың ғой, есінеп кетесің да, анау не айтып жатыр, мынау шайып кетті деп, сол сияқты сен намаз ұнатпай жатсың. Сондай қызық емес болып өзінің қызықшылығыңды көрсетпейсің, сол үшін
намаздың үстінде болсын, ғибадаттарда болсын, олай істемеу керек. Ауызды жабу керек, шайтаннан болады. Так, осы жерге дейін жетіп қалар, иә? 248 ит, мынаны иншалла ертеңдер ала жатамыз. Так, қазір біз не аламыз? Как обычно, басында сұрақ қоямын. Әрбір мақраждан сұрақ қоямын. Тілдің ортасынан қандай әріптер шығады тілдің ортасынан? Син. Син шығады дейді біреу. Дұрыс емес, син шықпайды. Хо. Хоф та шықпайды. Хо. Жазған адамдар бар ма? Дәптерге айтқан ғой, жігіттер, сендер немқұрайлы қарамаңдар. Дәптер деген ол өте керек зат. Былай тілді бір салып қойдың, сосын бүкіл жерлерге мына ортасына әріптер андай деп, 2 әріп, 3 әріп деп жазып қойсаң, бәрі әрбір аптаса қандай? Айын дейді Абдурахман, ұят болды Абдурахман. Тамақтан шығатын затты айтып жатсың ғой. Тамақтан. Мен айтамын, тілдің ортасынан қандай әріптер шығады деймін. Тілдің ортасынан. Ха дейді. Жігіттер, айын, ха, ғойн, хо, бұл бәрі тамақтан шығатын әріптер. Тамақ ол қай жерде? Тілден кейін, ана жерде. Хамза, ха деген әріп. Жим, я, шин. Осы Абдурахман болмаса, я. Әні, Абдурахман, есінде бар әлі. Жим, шин, я. 3 әріп. Жим, шин, я. Жазып қойыңдар. Сурет салып қойыңдар. Жимді салыңдар. Шин деңдер. Я. Ағай, мен ғой айтқан шин деп. Син дедің ғой сен басында. 3-уін айту керек, бір әріп емес. 3 әріп айту керек. Жим, шин, я. Мен син деп естідім. Осы 3 әріптің қайсысы таңдайға тиеді мақражында? Таңдайға тиеді айтқан кезде. Жим. Жим тиеді, дұрыс. Әдж. Қайсы, мына шин мен яның қайсы алысырақ орналасқан таңдайдан? Я. Я, дұрыс әріп. Әй деген кезде көтеріледі таңдайға, міне. Көтерілді, бірақ алысырақ. Шинге қарағанда қара, шиннің суретіне қараңдар, жап жақын. Әш. Мына жерден былай ауа шығады қараңдар. Әш. Мына жерден. Мына жерде қараңдар, әй деген кезде оңай шығып жатыр ауа. Звук оңай шығады. Мына жерде қатты жақын. Мына жерде тіпті тиеді. Енді мынандай бір қағида бар да бізде. Бір әріптердің мақраждары бір, үшеуінде мақражы бір, иә, қараңдар. Тілдің ортасы. Мынауда мақраж бір, мынауда мақраж бір, мынауда мақраж. Бірақ бір сипаттары бар, үшеуінде басқаша сипаттары бар. Сондықтан олар әртүрлі шығады да. Мынау жим әріпінің бір сипаты бар, шидда деген. Қаттылық, шидда. Ол мына жерде ауа дыбыс шығамай қалады қаңда. Әд деген кезде жауып тастайсың да мына жерден. Ауа мұрнынан да шығамайды. Осыған нұн емес қой, мим әріп емес қой, мұрнынан шығатындай. Bir жерін жауып тастасаң да бұл кезде қалай біз шығады сол кезде ауа мына жерден шығамайды ал. Келді де мына жерде тақалып қалды. Жыдан кейін не асарамыз жадып. Ашы жіберу керек мына жерде бар ғой, жад емес. Әже. Шәл ғана ашасын, жа деп оны фатха қылмаңдар. Фатха қылып жатқан жоқпыз біз. Әж деген затта аш жіберген кезде әже болып кетті. Боруджи. Қоф та дәл солай, қараңдар, қоф әрбі шығып келе жатыр, мына жерде жауып тастадың сен. Аққа. Соңында аш жіберген кезде мына жерден шықты звук. Осы шидда әріптерін солай соңында ашып жіберу қандай қағида деп аталады? Шидда әріптерін осылай соңында ашып жіберу. Мынаяқтан өтуіне. Бес әріп бар. Қоф, то, бә, жим дәл әріптері. Қотбу бұжат әріптері. Қотбу. Абдурахман, қотбу бұжат әріптері қандай қағида? Қазақтар, субханалла, элементарны ғой,
Қалқала ғой бұл, қалқала. Қалай айта алмай тұрсыңдар? Қалқала әріптері ақ, қа, әж, дәл әрпі әд, бә әрпі әб, соңында аш жібересің. То әрпі ал, то. Не үшін ашасың? Дауыс шығу үшін. Егер қалқаласыз болса, ол дауыс естілмейді. Қазір қара, қалқаласы айтамын, джимді. Әд, қоф, ақ, 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 естілмейді қоф. Дәл, әд, әд, айтып жатсың ба, то айтып жатсың ба, естілмейді. Әд, немесе дәл вообще естілмейді. Қашан естіледі? Әд, естілді. Бә тоже самое. Қалқаласыз былай болады. Әб, қашан естіледі? Соңында аш жіберсем. Әб. Таббат яда әби ләһәби уә табб. Соңында аштың. Жазады оған әк. Сифаттарды отдельно аламыз. Бұл бізде әлі неде жатырмыз біз? Тек қана махражда жатырмыз. Махраждардың бәрін өткеннен кейін сипаттарға да ораламыз. Сипат деген бір әріп екінші әріптен солай не алады, ажырата аласың сол. Көтеріліп, соған байланысты сипаттар да әртүрлі болады. Қазір ше нормально естіліп жатыр ма? Барлықтарына дұрыс естілмей жатыр ма, или біреулерге ғана ма? Айтыңдар. Бәрімізге естіліп жатыр. Или кейбірлерін естіп жатсыңдар ма? Айтыңдар. Кішкене қатып тұр. Сәл қатып естіліп жатыр. Интернет өшіріп тастайын. Енді ше, жақсы болған кезде біз жалғастырамыз. Жақсы болды деп айтыңдар. Нормально ма? Нормально сияқты қазір. Нормально. Қараңдар, мынау тістер, төбедегі тістер. Дот әрпінің тілдің шеті деп айттық. Тілдің шеті, мына шет жағы. Сол мына жерге түседі дедіңдер. Төбедегі тістің моң немесе сол жағына. Ал қарата. Тіке ұш емес, бірақ шет жағы. Ол жерде қандай әріп шығады? Мына жерден қандай әріп шығады? Тілдің ұшы, бірақ әлі шет жағында. Тілдің ұшы, бірақ шет жағында. Дот жақ бетінде, бірақ әлі шетінде. Қандай ол? Қандай әріп бар? Дод ол мына жер ғана. Дод ол ма көкпен салған. Мен мына жерді айтып жатырмын, сәл ұш жағында. Ләм. Ләм әрпі қисық шығады. Әл. Ал егер дәл ұшында болса, ол қандай әріп? Ән, нун әрпі. Есіңде ма? Осындай сөздер айттық соңғы аптада. Ән. Дәже тағы да осы ұшында біреу әріп бар. Ол ро әрпі. Ар. Не айырмашылығы бар? Нун мен ро. Екеуі де мына жерге ұрып жатыр, қараңдар. Тістің етіне. Анау не деп айтады? Десна дейді ғой. Сол жерге төбедегі тістің етіне ұрып жатыр. Ән мен ар. Екеуі махражы бірдей. Бірақ айырмашылығы не? Не айырмашылығы бар? Естерінде ма? Мен айттым, ләм кезінде, ро кезінде тіл артқа қарата шамалы былай крючкообразный, крючок сияқты артқа қарата бүгіледі. Сосын шамалы аст жағы, тілдің аст жағы былай тиеді. Нәді нунда тіке тисе, мынау сәл былай тиген көрінер ма? Ар. Мұрынның қатыстылығы жоқ ро әрпіне. Ар деген кезде мұрыннан шықпайды. Мына жерде мұрын ашық түседі көрдің ба? Ол нунның махражы еще мұрыннан да шығады. Ән деген кезде, тіпті мен сендерге соны дәлел етемін. Мұрын жауып тастасам, дыбыс дұрыс шықпайды. Нун шықпайды дұрыс. Ол дегеніміз нун махражы еще плюс дополнительно қайдан шығады? Мұрыннан шығады. Айттық па осы сөздерді, жігіттер? Соңғы сабақта? Айттық па?
айттық. Енді бүгінгі тақырып жігіттер, дәптерге обязательно жазыңдар. Тілдің ұшы әлі тілдің ұшындамыз. Бұл жерден үш әріп шығады. Тә, дәл, то. Айтасыңдар, нұн мен рода не жерге тиеді? Мына етіне тиеді деп айтамыз. Тістің үстіне тиеді. Тістің үстіне тиеді. А тә, то, дәл атто, дәл, әдді, Дәне тіске қараңдар, суретке қараңдар. Қара, мына жерге тиіп жатыр. Әт. Қараңдар, ро мен нунның. Ән тістің үстіне тиіп жатыр. Көрдіңдер ма? Тістің үстіне. Осы айырмашылығы. Тек қана осы. Сосын тә мен дәлдің мақражын қараңдар. Қалай орналасқан тіл? Төменге қарата жерде сыпат болып жатыр. Астыңғы жағы, мына арт жағы, тілдің арт жағы. Қай жерде? Төменге орналасқан. Бұны истифәл әріптер дейді. Тода арт жағы көтеріледі. Қараңдар, мынау арт жағы бар ғой, тода нары төбеге көтерілді. Сондықтан дыбыс жуан шығып жатыр. Тәді исти'ля әрпі деп айтады. Жуан әріптер, исти'ля әрпі. Мынау истифәл әріптері. Тілдің арты төменде тұр, қараң. Әдді. Тода қараңдар, арт жағы көтерілді. Тіл қалай? Дөу болып кетті, үлкен болып кетті. Тіл төбеге қарата көтерілді міне. Сондықтан дыбыс жуан шығып жатыр. Мына жерде қанша пространство қалды, қараңдар. Мына жерде қара қанша пространство бар. Уақыт көрдің ме? Мына жерде төменге қарата кетеді, истифәл әріптер. Мына төбеге көтерілген исти'ля әріптер деп айтады. Исти'ля әріптері жоғары жуан шығады. Мына жерде жіңішке. Түсіндер ма то мен тәнің айырмашылығын? Жігіттер? Иә. Тілдің ұшы бұл. Әлі тілдің ұшында, жігіттер, айттым ғой мен сені, тілдің ұшында ең көп әріптер, тілдің ұшында деп. Енді дополнительно бүгін алатын әріпіміз ол мынау болсын. Әлде бұны сосынға қалдырайық, мынау бәрі бірдей тақырыптар ғой. Бұнаны келесі сабаққа қалдырайық. Бүгінге жетеді. Болсын, жеткілікті болсын. Сабақ түсінікті болды ма? Иә. Иә. Хорошо. Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.